60-тан асқандар былай дейді: балаларың көзді ашып жұмғанша үлкен болып кетеді. Сондықтан олармен көбірек уақыт өткіз. Олар ересек болған кезде сенімен көп уақыт бірге бола алмайды, өйткені уақыттары жоқ. Адам өмірінде ешқашан жұмыс аз істегеніне өкінген емес. Жұмыскер бол, бірақ отбасыңды, достарыңды және денсаулығыңды бірінші орынға қой. Мүмкін ұзақ немесе қысқа өмір сүрерсің, бірақ қанша жасасаң да денсаулығыңа мұқият бол. Егер өмір ойдағыдай болмаса, үзіліс жасап, бәрін ойлан, тынышталып ал, қорытынды жаса, сосын шешім шығар. Адамдар жақсы жұмыс дегеніміз күн сайын ұнайтын жұмыс деген сөзге сенеді. Бұл дұрыс емес. Жақсы жұмыс – бұл жұмыс күнінің көп бөлігін шыдамдылықпен өткізе алатын, бірақ сенің шығындарыңды жаба алатын жұмыс. Саған бір ғана жұмыс өмір бойы ұнай бермейді. Тым жүрекпен қабылдама. Мүмкін сенің өміріңе көмек қажет кезінде ешбір сенім қалмаса да, елеме, барлық мәселелер шешіледі. Дос дегеніміз түнгі сағат 2-де қоңырау шалып шақырғанда да келетін адам, басқалары жай таныстар. Сенің өміріңіздегі ең маңызды адам сенімен аз өмірін бөлісуге келіскен адам, сондай-ақ болашақ балаңның ата-анасы екендігіне көз жеткіз. Жүрек ауруы бар адам сияқты жаттығулар жаса, және қант диабетімен ауыратындар сияқты пайдалы тамақ іш. Сонда сенде мұндай проблемалар ешқашан болмайды. Сенде бір ғана өмір бар. Бұл қазіргі өмір. Бір күні ештеңе жасамай, орындалатын армансыз, үмітсіз оянудан сақтан. Тістеріңді үнемі жуып, дәрігерге қаралып жүр. Бұл ұсақ-түйек кеңес болып көрінуі мүмкін, бірақ сүйек тіс, ет, көз деген сөз бар. Шешім қабылдаған кезде даналық сөздер, данышпандардың немесе ата-ананың айтқан әрбір сөзін орындап қажеті жоқ. Олар да сен сияқты қателесуге құқығы бар. Кеңестерін тыңда, бірақ шешім өзіңдікі болу керек. Зат, мүлік, ол зат, мүлік. Дүние қоңыз болып қажеті жоқ. Оларды бірге алып кете алмайсың. Уақыт пен естелік қымбат. Бүгінгі жарақаттар қартайған кезіңде шыға келеді. Егер сен өзіңді 100% емдедім деп ойласаң да, ол көбіне қартайған кезде қайта пайда болады. Әр сәтті бағалауды үйрен. Жас кезінде бәрін әп-сәтте алғың келіп тұрады. Сенің уақытың таусылып келеді. Сондықтан әр сәтті бағала. Достарыңа, отбасыңа және ата-анаңа уақыт бөл. Қызғаныш махаббатты жояды. Серіктесіңе сеніп үйрен. Егер серіктесіңе сенбесең, басқа кімге сенбексің? Егер сенде орындалмаған арман болса, оны жүзеге асыруға тырыс. Қартайған сайын армандар тіптен орындалмай қалады. Жаңа адаммен кездескенде сен ол туралы ештеңе білмейсің. Сенің көріп тұрғаның тек қана оның азаматтығы, жасы, жынысы, киімі, осының барлығының еш маңызы жоқ. Өйткені сен ол туралы ештеңе білмейсің. Сырты жақсы болсын, жаман болсын мейлі, сен оның ішкі әлемін білмегендіктен сен ол адамды танымайсың. Бір үзік сыр. Жасың келген сайын ұйқы азайып, уайым көбейеді екен. Күлкіден күрсінуің артады. Жас кездегідей бас салып салғыласқың да келмейді. Өзіңдікі дұрыс екенін білсең де дәлелдеуге тырыспайды екенсің. Адуыннан алыс жүруге тырысасың. Ақылдыларға аузың ашылмайды. Не болса соған данышпансып, ақылың шашылмайды. Жастық шақта байқамағанды байқайсың. Өз ақмақтығыңа басыңды жайқайсың. Кеткен кетігіңді толтырғың келеді. Бұрынғыдай қонақта емес, өз шаңырағында отырғың келеді. Жолдасыңа да бұрынғыдай назданып еркелемейсің, не болса соған сүйреп, желкелемейсің.
Жыл келген сайын жарыңды жағалайсың, бұрынғыдан да бағалайсың. Балаларыңа да міндет етпей көбісін, қарайсың осылар деп ұрпағым өрісім. Жастықта қыдырғанды аңсасаң, енді қонақ келгенді аңсайсың. Бұрын сериалдан шаршасаң, енді немереден шаршайсың. Әр нәрсеге байыппен қарап саралайсың. Қиындықты қай пейілімнен демейсің, тағдырдың жазу дегенге көнесің. Жер ортасында тұрғаныңды өзің де сезесің. Иә, бұл өмір. Өмір үлкен бір базар секілді. Не алсаң да, нені қаласаң да өз еркіңде, тек соңғы кассаға барып есеп беретініңді ұмытпа. Адамдар уақыт өтіп барады деп өкінеді. Шынында өтіп бара жатқан уақыт емес, өмір өтіп барады. Ал уақыттың басы да, аяғы да жоқ. Уақытты жылға, айға, сағатқа, минутқа, секундқа, ғасырға бөліп жүрген адамдар ғой. Уақыт мәңгілік, мәңгілік басталмайды да, аяқталмайды да. Бәрін бір Алла біледі, бір кем дүние. Адам үмітпен өмір сүреді, әр таңнан үміт күтеді, келешекке сеніммен қарайды. Жалпы адам жер бетінің қонағы. Мүмкін әкең саған қалағанының бәрін бермеген шығар, алайда ол саған қолындағының бәрін бергені анық. Балаңнан кемшілік көрсең, әуелі өзіңді сына. Бала бізге бағынбаса, онда біз де бағынудан қалғанбыз. Бала өтірік айтса, демек біз де өз өтірігімізге көміліп жүрміз. Кірер есігіңді теппе, ата-ананың рұқсатынсыз 5 қадамда кетпе. Қатты еркелеп, балалық етпе. Бала туған ана қалмасын шетте, баратұғын қадірлі жерге әкеңнен бұрын жетпе. Әкеден ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұрпақтың жаманы жоқ, тәрбиең дұрыс болса, тәрбие тал бесіктен. Өмірдің 6 қағидасы. Жалғыз қалсаң, ойыңды қадағала. Достарыңмен отырғанда тіліңді қадағала. Ашуың келгенде мінезіңді қадағала. Топтың ішінде тәртібіңді қадағала. Қысылған сәтте қадамыңды қадағала. Алла рахмын төксе, менмендігіңді қадала. Мейірім соқырдың көзін ашып, мылқауды сөйлететін сезім бе? Кейде кішкентай ғана жасалған мейірімділік білде бір адамның өмірін өзгертіп жібереді. Не қиын, не оңай. Өзгенің қателігін жазғырған оңай. Өз қателігіңді мойындау қиын. Өзгені сынаған оңай, өзіңді жақсарту қиын. Өзгені ренжіткен оңай, кешірім сұрау қиын. Ойланбай сөйлеген оңай, тіліңді тартып қалу қиын. Әр түні армандаған оңай, сол арманды жүзеге асыру қиын. Жеңісті көрсеткен оңай, жеңілгенді абыроймен көтеру қиын. Сүрініп құлаған оңай, қайта тұру қиын. Өмір сүрген оңай, оның шынайы мәнін білген қиын. Қателескен оңай, қателескеніңді білу қиын. 200 адамның 3 белгісі бар. Сөйлегенде өтірік айтады, уәде бергенде орындамайды, аманатқа қиянат жасайды. Ең ақылды адам жақсылық жасап, қабыл болмай қалуынан қорқатын жан. Ең ақымақ адам жамандық жасап, Құдайдың жазасынан аманмын деп жүрген кісі. Қажетті нәрсені істей бастаңыз, содан кейін мүмкін нәрсені бастаңыз, және сіз кенеттен мүмкін емес нәрсені істейтін боласыз. Алға жетудің жолы ұзақ болса, кері кетудің жолы бір-ақ күндік. Адам әлденеге талпынумен, ұмтылумен өмір кешеді. Мақсаттың сарқылғаны, өмірдің таусылғаны. Малым бар деп мақтанба, боран соқса қайтесің. Басым бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің. Тілім бар деп мақтанба, тіл байланса қайтесің. Бағым бар деп мақтанба, сорға айналса қайтесің. Ақылдан артық хандық жоқ,
жомарттан артық нарлық жоқ. Жастарға ақыл айту қарыз, өнеге үйрету парыз, тәжірибе ұқтыру міндет. Бұл үшеуін айтпаса қарт кінәлі, ұқпаса жас кінәлі. Үш ағайындыдан аулақ бол. Кедейлік үш ағайынды. Оның тұңғышы кежірлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы. Осы үшеуін бойына үйір қылмаған адам кедей болмайды. Жоғары қарап пікір ет, төмен қарап шүкір ет. Шаруам жоқ сөзіңмен, өсегіңмен, күндей берсең, аулақтап көшеді іргең. Таңға тәубе, кешіме шүкір айтам, ертең аман тұрсам деп төсегімнен. Бұл өмірде екі қатал ұстаз бар. Біріншісі өмір, екіншісі уақыт. Өмір уақытты бағалауға үйретсе, уақыт өмірді сүруге үйретеді. Сондықтан өміріміздің әрбір сәтін бағалайық. Қиындыққа тап болған біреуді көргенде, Құдайдың сынағы ғой дейміз. Міне сондай жанға жәрдем беру-бермеу біздің де сынағымыз. Көбіне аңғара бермейміз. Адамға үнемі кеңес қажет бола бермейді. Кейде көмек созатын қол, тыңдайтын құлақ, түсінетін жүрек керек. Біреулердің сызып берген сызбасымен емес, жазып берген жазбасымен емес, өз жолыңмен жүр. Әркімнің өз өмірі, өз тағдыры бар. Өмірде адам үш нәрсеге ынтық болады. Біріншісі емін еркін өмір сүруге, екіншісі жұрттың құрметіне бөленуге, үшіншісі келешекке пайдасы тиетін игі еңбек жемісін молықтыруға. Ал бұларға жету үшін 4 шартты орындауға тиіс. Біріншісі дүние мүлікті адалдан жинау. Екіншісі қолда бар дәулетті ұқыптап ұстау, жақсы күту. Үшіншісі жиған тергенді күнделікті керекке, үй ішінің, туған туыстың қажетіне жарату. Бұның пайдасы ақыретте тиеді. Төртіншісі қолдан келгенше пәле жаладан сақ болу. Әр шаңырақтан 3 қонақ кетпесін: денсаулық, береке және ынтымақ. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.